Суперпрезиденттік басқару формасынан, яғни күшті парламент басқару формасына өтуі. Суперпрезидент республиканы алып тастай алмайды, ол бәрі суперпрезиденттікте тұрмыз. Суперпрезиденттік республикадан президенттік республикаға өту. Бар деп айтайық та, суперпрезидентте тұрмыз әлі біз. Былай алайықшы, Назарбаев оны 30 жыл бойы құрған танкіден қазір Тоқаев түскісі келмей тұр. Қадірлі көрермен, тікелей эфирде басты назарда бағдарламасы. Студияда мен Аяулым Көлшігіт. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы республикалық референдум. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Жұлдыз Сүлейменова ханым, заңгер Алмаз Жұмағали және саясаттанушы Нұркен Айтымбетов мырзалар, құрметті қонақтар. Студиямызға қош келдіңіздер. Құрметті қонақтар, жалпы референдумға санаулы ғана күндер қалды. Енді жалпы халықтың ойы қандай референдум туралы? Халықтың ойы жалпы референдумға қатысу туралы, қолдау туралы ой жақсы. Біздер қазір өңірлерде, халықтың ішінде осы конституциялық реформаларды түсіндіріп, референдумға баруға шақырып жатырмыз. Сондықтан да ең негізгісі халық қазіргі таңдағы болып жатқан өзгерістерді жақсы қабылдауда. Заңға бір қатар өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп жатыр. Жалпы сіздер саясаткер ретінде, заңгер ретінде халық осы өзгерістердің ішінде қайсысын жанына жақын қабылдап жатыр деп ойлайсыздар? Оны былай бөліп жарып айта алмаймыз, қайсысы халыққа жақын, қайсысы халыққа жақын емес деп. Өйткені барлығы халық үшін, яғни мемлекет үшін, елдің болашағы үшін өте маңызды өзгерістер болып табылады. Дегенмен де менің ойымша жалпы негізі осы соңғы жылдары Қазақстан халқын қатты толғандырған мәселесі жер мәселесі. Жер асты байлықтарын, оның бетіндегі әртүрлі байлықтарды, табиғи байлықтарды халықтың яғни құқығына өткізілуі. Яғни мемлекет халықтың атынан оны басқарып, яғни өзінің билігін жүргізе алады. Сонымен қатар тағы да басқа да атап өтетін өзгерістер ретінде халыққа жақын суперпрезиденттік басқару формасынан, яғни күшті парламент басқару формасына өтуі. Жақсы, Алмаз мырза, мен толықтырып өтейін бұл мәселеге байланысты. Халыққа дегенде ең қарапайым өзіне қажетті нәрсені ұғады. Соны бізде күріштің арқасында күрмек су шеттеп, осыны пайдалану процесі политтехнологияда әбден дамыды. Мысалы 95 жылғы референдумда осы конституцияны қабылдар алдында жұрттың барлығы біріншіде өре түрегелді. Неге деп? Оның арасында саяси астары бар екенін білеміз ғой бәрімізде. Бірақ дегенмен халықтың назарын аударатын мәселелерді көп пайдаланып кетті. Мысалға 93 жылғы конституцияда Қазақстан Республикасы болса, 95 жылғы конституцияда Қазақ Республикасы деген проектісінде, жобасында болды. Бірақ тура 30 тамыздың дәл алдында ғана Қазақ Республикасы Қазақстан Республикасына ауысты кетті. Ешкім білмей қалды кім ауыстырғанын. Осы сияқты назар аударатын мәселелер баршылықта, соның ішінде де мысалға бірінші кезекте бұл анау елбасына қатысты мәселелерді алып тастауға байланысты халықтың назарын көп аударады. Суперпрезидент. Бірақ түптеп келсеңіз, суперпрезиденттіктен алынып қалған мәселе аз екенін көресіз. 40-шы баптан 48-ші бапқа шейін президентке арналған біздің конституция қазіргі. Ал соның ішінде өзгеретін 2-3 бабы бар. Бірақ көбісі жеңіл желпі ғана бұрынғы бірінші президенттің кезінде алып тастаған. Ал маған бір бап көрсетіңіздерші, бұрынғы жасап кеткен президенттің мынандай өкілеттігі алынып тасталды да орнына қазір істемейтін болды, жасамайтын болды дегенде. Ол аз-маз. Әкімді бұрын тағайындайтын, алып тастайтын еді, қазір алып тастамайды деген сияқты. Әкімнің шешімдерін өзгертетін еді, алып тастайтын еді, қазір өзгертпейді деген сияқты. Ол бізге не береді? Сондықтан да болған әлі де тереңдеп бойлау керек. Енді мен келіспеуге болады. Өйткені мемлекет басшысы саяси партиялардан төрағалығынан бас тартып отыр. Мемлекет басшысының жалпы тума-туысы, жақындары мемлекеттік және квази-мемлекеттік секторда басшылық қызметтерді атқармайтын болады. Сонымен қатар сіз жаңа айтып тұрсыз, не береді? Бұл да біздің демократиялық жолға қадам басуымыз. Суперпрезидент республиканы алып тастай алмайды, ол бәрі суперпрезиденттікте тұрмыз біз әлі. Сондықтан бар деп айтайық та, суперпрезидентте тұрмыз әлі біз. Былай алайықшы, Назарбаев оны 30 жыл бойы құрған танкіден қазір Тоқаев түскісі келмей тұр. Онымен келісе алмаймыз, өйткені біз негізгі түпкі нәрсесі суперпрезиденттіктен өтіп президенттік республика құруға. Мен оның бастаманы қолдаймын. Тоқаевтың біраз бастамасын қолдаймын. Бірақ именно осы қазір өзгерістердің ішінде, жаңағы 33 баптың ішіндегі күтіп едім. Бірақ ол күткенім менің ақталған жоқ үмітім. Жақсы аға, енді осылай ата заңымызға алғашқы референдум дейікші, 95 жылдан кейін де осы референдумға дейін бір қатар өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп келеді. Қандай қажеттіліктен туындайды осылай заңға өзгерту енгізу? Негізгі заңға өзгеріс енгізу қажеттіліктен қай кезде туындайды? Яғни ол іштен туындайды. Заң деген не? Қоғамдық қатынастарды реттеуші құрал. Ал қоғамдық қатынастар шиеленіскен кезде
реттелмейтін мәселелер туындаған кезде, жаңа бір қатынастар туындаған кезде сол кезде өзгеріске толықтыруға күн тәртібіне түседі. Ал мына соңғы конституцияны қараңызшы, бәріміз сауаттымыз ғой. Google-да ашыңыздар да, әділет KZ деген сайтты ашыңыздар да, конституция деген сайтты ашып қараңызшы. 98 баптың 45 бабына өзгеріс енгізілген. Ал 98-дің өзі барлығы конституция емес, оның 89-ы ғана негізгі бөлігі, қалған бөлігі уақытша ережелер. Ал енді қараңыз, сол 89 баптың 45 бабына өзгеріс енгізілді. Қазір тағы 33 енгізбекші. Қайталанатындар бар, енді 30 деп алайықшы. 75 бабына өзгеріс енгізетін болса, сонда не қалды бұл? Сол тесік болды ғой, сондықтан мен осыдан 1,5 ай бұрын бір дөңгелек стол болғанда, заңгерлер жиналған кезде, және мемлекеттік органдар қатысқан кезде, жаңа конституция қалды екенін жасаған. Мүмкін емес қой, мен айтпаса шұрық тесіктен тым қалмады ғой. Менің ойымша, жалпы қазіргі таңда іргелі сипатқа ие бізде өзгерістер болады. Бұны нақты атап өткіміз келеді. Бірінші, суперпрезиденттік республикадан президенттік республикаға өту, ықпалды парламент қалыптастыру, сонымен қатар есеп беретін үкімет қалыптастыру, адам құқықтарын лайықты қорғау жұмысы жөнінде конституциялық кеңес, конституциялық сот болып қайта құрылатын болады. Адам құқықтары жөніндегі уәкілге арнайы иммунитет, арнайы өкілеттіліктер берілетін болады. Және жер меншігі бұл халықтың меншігі ретінде осы жерде нақты көрініс табады. Жалпы референдумға халықты менің ойымша шақырып, сол конституциялық құқығын қолдануға шақыру деп білемін. Бірден басына шалайықшы, бірден басына шалайықшы. Мен мына қазіргі өзгерістерді кейбір мәселелерді сынағанда референдумға келмеңіздер деп сынап тұрған жоқпын. Келіңіздер. Өйткені бұл анау өлі точкадан жақсы, әлдеқайда 20 жыл өлі точкада тұрдық қой. Сондықтан енді бұдан әлдеқайда жақсы. Бірақ одан кейінгі өзгерістер, одан кейінгі біздің күткен жаңағы үміттеріміз мына кісілерге байланысты, яғни депутаттарға. Бұл кісілерде жаңағы өзгерістер енгізілгеннен ұзаққа созылмайды, өзін-өзі таратады. Негізінде менің ойымша таратады. Қоғам талабы дейсіз ғой, тарихымыздың жаңа парағын бірге ашайық деп сенейік. Жақсы, оны да көреміз, оны да уақытпен көреміз. Бәріміз бірге көре жатырмыз. Депутат ханымға мен емеуртанды өтейін. Енді ертең өзгерістер болады. Алла қаласа содан кейін бар біраз өзгертетін мәселе бар. Жаңағы парламенттің ықпалын күшейтуге байланысты екен. Себебі мына өзгерістерде керемет күшейіп тұрған жоқ. Бұл бір. Екіншіден, мысалға конституциялық сот құрылды ғой. Конституциялық соттың төрағасын президент тағайындайды. Бірақ әлбетте жаңағы парламентке ұсынады. Ал басқа соттардыкін, жоғары соттыкін парламент сайлайды. Енді қараңыз, ал президенттің импичмент мәселесін, яғни президенттің уақытынан бұрын кету мәселесін, сол конституциялық сот көтереді. Сондықтан бәрібір сондықтан осы мәселеге байланысты бір құлақ қағыс. Енді бұдан кейін мүмкін оны сіздер өзгертесіздер. Конституцияны олай емес, тағайындайды деп емес, сайлайды деп өзгертесіздер. Нұркен мырза, сіз өз ойыңызды айтамын деп едіңіз. Сіз нақты сұрақ қойдыңыз, аудиторияға. Жалпы мына өзгерістер қандай қажеттіліктен туындап жатыр деп. Мына бір өзгерісті алып қарайық, например, суперпрезиденттік жүйені әлсірету, ол 90 жылдары өз тиімділігін берді. Жалпы партиялар арасында саяси бәсекелестікті қалыптастыру бұл бізге не береді? Бірінші кезекте партиялар арасында саяси бәсекелестікті қалыптастыру бұл яғни демократиялық ашықтықты білдіреді. Жақсы, ал енді жергілікті өзін басқару заңы да, осы конституцияда қайта қаралайын деп жатыр. Осы заңға өзгеріс енгізудің қандай тиімді тұсы бар? Бұл дегеніміз былай айтқанда, бұрын тек қана бір адамға жоғары жаққа қарап отырушы еді ғой. Қазір жергілікті басқару органдары, жергілікті билік органдары өз бетімен шешім қабылдап, жоғарыға жалтақтамай, нақты шешімдерге бара алады. Жақсы, Алмаз мырза, сіздің ойыңыз қандай? Бұған қатысты қазіргі өзгерістер уақытша болса да тұрғаны өте жақсы. Өйткені себебі алдыға асыз ғой. Бірақ түбінде, мысалға, біз үлкен мемлекетпіз, 9-ші орын алатын мемлекетпіз, жер бойынша. Сондықтан түбінде тағайындалмалы емес, сайланбалы үлкен акиматтарға, әкімдіктердің сайланбалы жаңағы жүйесіне өту негізгі жолы тұр деп ойлаймын. Өйткені себебі сайлану керек. Демократияны дамытамыз дейміз бе? Бәріміз бір адамға қарап қоюға болмайды. Сондықтан әлбетте бір схемалар бар ішінде. Оның әкімнің шешімін президент жоя алмайды деген өзгеріс бар. Былай қарасаң өте жақсы жағында. Екінші жағынан әкім тағайындайтын бар президент қой. Сондықтан ал бізде 30 жыл бойы қалыптасқан, немесе 70 жыл бойы қалыптасқан деп айтайықшы. Миымызда тұр ғой, бастық не айтты сол заң. Сондықтан әлі өзгерістер күтемін. Мына өзгерістерден керемет емес, маған ұнамайды керемет, бірақ бұрынғы өлі нүктеден әлде қайда жақсы. Жақсы. Жұлдыз ханым, сіз не айтасыз?
Бұл жерде біз енді халықпен кездесіп жүрміз, сұрақтарына жауап беріп жатырмыз. Жалпы маслихаттың депутаттары да өздерінің ойларын айтып жатыр. Екінші, маслихат 50-50%. 50% бұл пропорционалды жүйемен, яғни партиялық тізіммен, 50%, яғни әркім өзінің округінен сайланған жаңа мажоритарлық жүйемен болады. Бұл да жергілікті атқарушы билік органдарының жалпы жаңа ағамыз қайта-қайта айтып тұр ғой, өлі нүктесінің қазіргі таңда биліктің халықтың билікке деген сенім дағдарысынан шығуының бір нақты көрінісі деп ойлаймын. Енді хабарымызды қорытындыласақ, түйіндесек, халыққа не айтасыздар? Референдумға қатысты қандай қысқаша кеңес бересіздер? Алмаз мырза. Әлбетте, референдумға бармай үйге жатқаннан, көрпеге жамылып жатқаннан, біз жалпы сайлауға бармай жатқаннан тапқан табысымыз шамалы, бару керек, сайлау керек. Ал енді бұна өзгерістердің ішіндегі ең қатты маған ұнағаны, ана бірінші президент туралы да емес, алып тастаған да емес, конституциялық сот. Өйткені конституциялық сот 95-тен бастап бізде болғанда, бізде Жаңаөзен оқиғасы болмас еді. Қаңтар оқиғасына шейін бармас едік. Сондықтан қаншама адамның халықтың ханымен келген конституциялық сотты қайттан қалпына келтіруге атсалысайық. Рахмет, Жұлдыз ханым. Біз енді еліміз үлкен бір жаңарудың алдында тұр. Ол жаңару осы конституциялық реформалардан бастау алмақ. Сондықтан 5 маусым күні референдумға барып, еліміздің болашағы үшін маңызды өзгерістерге жалпы халқымыздың басым көпшілігін дауыс беруге шақырамын. Ол біздің жалпы өзгерістің бәрі өзімізден басталады. Сондықтан референдумды қолдауға шақырамын. Нұркен мырза, қысқаша қайырсаңыз. Жалпы біз екінші республика құрамыз, жаңа Қазақстан құрамыз деп жатырық қой. Ол жаңа Қазақстан құру үшін міндетті түрде өзгерістер талап етіледі. Жаңа Қазақстан құруға бірге атсалысу үшін референдумға қатысып, өзінің белсенділігін, азаматтық белсенділігін көрсету керек деп ойлаймын. Жақсы, рахмет, құрметті қонақтар. Хабарымызға қатысып, алтын уақыттарыңызды бөлгендеріңізге алғыс білдіреміз. Болашағына бей-жай қарамайтын әрбір қазақстандық референдумға атсалысып белсенділік танытады деп сенеміз.